Сәлем қыздар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді өте дәмді осындай нежный тортымыз, белоснежка деп аталады. Міндетті түрде рецепті аяғына дейін көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып және өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ең алдымен 7 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз, аппақ көбікке енгенше. Осындай аппақ көбіктенді. Енді ұн електен өткізе отырып ұнымызды қосып шығамыз. Барлық құрамын описанияға, яғни видеоның астында жазып кетемін. Сол жерден қарасаңыз болады. Ұнды миксердің орташа жылдамдығында араластырамыз. Формамның диаметрі 23 см. Пергамент қағазын төсеп алдым. Дайын массамызды құйып, алдын ала 180 градус қызған пешке дайын болғанша пісіріп аламыз. Дайын болғанын осылай ағаш таяқшаның көмегімен білсеңіз болады, яғни таяқшаңыз құрғақ шықса, онда арасы пісті деген сөз. Бисквитімізді жақсылап суытып аламыз және 3 бөлікке бөліп аламыз. Алғашқыда осылай пышақпен белгі салып аласыз, біркелкі шығу үшін, содан кейін барып кесіп бөліп аламыз. 3 бөлікке бөліп алдық. Енді кремін дайындаймыз. Өте салқын сливки 33 немесе 35% болу керек. Қант ұнтағын қосып, миксердің жоғарғы жылдамдығында миксерлейміз. Яғни қою кремге айналғанша. Осылай креміміз дайын болды. Енді творожный сырымызды салып, екеуін біркелкі массаға енгенше жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Арасына пропитка жасау үшін біз тәтті сиропын дайындап аламыз. Ол үшін жай ғана салқын сумен қантты жақсылап араластырып алдым. Бисквитімізға осылай сеуіп шығамыз. Және кремді 3 бөлікке бөліп, кондитерлік мешокқа құйып алдым. Кремді біркелкі етіп осылай айналдырып құйып шығамыз. Лопаткамен тегістеп аламыз. Және кремнен кейін малинаны осылай ұсақтап сеуіп шығамыз арасына. Және екінші қабат бисквитімізді жабамыз. Тағы да сироппен сеуіп шығамыз. Кремімізді жақтық және малинамызды себеміз. Үшінші қабат бисквитімізді жауып, тағы да сироп себеміз. Кремімізді жағып, бетіне және шеттеріне де кішкене жағып шығамыз. Біркелкі қылып тегістеп, торттың бетін әсемдейміз. Қыздар, Инстаграм парақшама да жазылып қойсаңыз болады. Жоғарыда сол жақта менің Инстаграм аккаунтым жазылып тұр. Ол жерге де мен рецепттер салып жүрмін. Тегістеп алдық. Енді бетіне мен кокосовые стружки, яғни кокос жоңқасы деп аталады қазақша, осыны сеуіп шығамын. Сіз егер кокос жоңқасын ұнатпасаңыз, сеппесеңіз де болады. Және жандарына да сеуіп шықтым. Бетіне Рафаэлло конфетмен әсемдеп шықтым. Арасына малинамызды қойып шығамын. Жасалуы онша қиын емес. Дәмі өте керемет болды. Рецепті ұнаса осылай жасап көріңіздер. Тортымды 1-2 сағат қойып барып, енді кесіп жатырмын, сіздерге көрсетейін дегенім. Арасы осындай болды. Сондай жұмсақ, әрі биіктігі де жақсы көтерілді. Және сондай дәмді болды торт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерден лайк және пікір күтемін. Сіздермен болған Ақжарқын. Сау болыңыздар.